Аршалы ауданында жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында әлеуметтік маңызы зор нысандарды жөндеу бойынша қыруар жұмыс атқарылуда. Биыл жұмыспен қамтудың жол картасы аясында Аршалы ауданындағы мәдениет нысандарын жөндеуге республикалық бюджеттен 83 миллион теңге бөлінді. Мәселен, аудан орталығындағы мәдениет үйін ағымдағы жөндеуге 55 миллион теңге қарастырылды. Михайловка ауылында 14 миллион 500 мың теңгеге клуб жөнделді. Константиновкадағы ауыл клубын жөндеуге 12 миллион 600 мың теңге бөлінді. Жұмыспен қамту орталығы арқылы 13 адам жұмысқа орналасып, құрылыс нысандарында еңбектенуде. Жөндеу жұмыстарын тамыз айында аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Бүгінде қайта монтаждау жұмыстары жүргізілді. Құбырлар мен терезелерді ауыстырып, электр желілерін өткіздік. Енді есіктер орнатып, басқа да монтаж жұмыстарын атқарып жатырмыз. Бұдан бөлек инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға қатысты да көп жұмыс атқарылуда. Бұл мақсатқа облыстық бюджеттен 95 миллион теңге бөлінген. Ол Жібек жолы, Жалтыркөл және Райсъезд елді мекендерін көркейтуге бағытталады. В данное время проводится работа. Қазіргі уақытта Жібек жолы ауылында инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым жұмыстары аяқталуға жақын. Биыл 1 миллиард теңге бөлінді. Оның 380 миллионы 7 шақырымдық жолды жөндеуге жұмсалады. Сондай-ақ электр тарату желілерінің құрылысы мен су тарату жұмыстары да жүргізіледі. Электр желілерінің ұзындығы 350 шақырым. Бұл арада тіректер орнатылған. Көшеге жарық та тартылған. Қазіргі уақытта электрмен жабдықтауға қатысты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оның жартысынан астамы орындалды десек те болады. Осы айдың соңына дейін толық аяқтаймыз деп отырмыз. Көше жол желілерінің құрылысына халықаралық құрылыс консорциумымен келісімшарт жасалған. Ұзындығы 35 шақырым. Продолжаются работы по строительству дорог и линий электропередач. Жолдар мен электр тарату желілерінің құрылыс жұмыстары жалғасуда. Былтыр 20 шақырым жол жөнделді. 3-ші және 4-ші шағын ауданда электр тарату желілерінің санында жұмыс жүріп жатыр. Қазан айына дейін 3-ші шағын аудандағы жұмыстар аяқталады. Биылға атқарылатын жұмыстарға кешеуілдетіп болса да тиісті қаражат бөлінген. Жұмыс жанданды. Қазіргі уақытта асфальт төсеу жұмыстары жүріп жатыр. Бибінұр Амырханқызы, Жамал Ғабдуллина, Ольга Мұстафина, Көкше ақпарат.